Қайырлы күн, достар. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ 30 минуттың ішінде балды торт жасаймыз. Қамырына май, қант, бал, ас содасы, жұмыртқа және ұн қажет болады. Креміне қаймақ немесе кілегей, қант ұнтағы қажет болады. Үлкендеу қазанша алып, үстінен май, қант және балды салып, баяу отта ерітеміз. Массамыз ыстық болғанда соданы қосамыз. Қоңырқай өте әдемі түске айналғанда отты өшіріп, сәл суытамыз. Кейін жұмыртқаларымызды салып, тез-тез араластырамыз. Unumuzda екіге бөліп саламыз. Так, сахарная пудра. Осындай қою масса шығу қажет. Массамызды кез келген формада немесе пергамент қағазының үстінде пісіреміз. Корждарымызды 5-7 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Кремнің қоспаларын қоюланғанша миксерлейміз.
Мінекей 4 коржымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, әрі дәмді болып шығады. Балды тортымызды жинаймыз. Арасына кілегейімізді аямай жағамыз.